Б корпусының мемлекеттік қызметкерлерін аттестациялаудың алғашқы кезеңі өңірлерде де өтіп жатыр. Ақтөбедегі департамент және басқарма басшыларда кәсіби біліктілігі мен жеке қасиеттерін бағалауға арналған сынаққа білек сыбана кірісті. Тап қазір тест өтіп жатқан жерден әріптесім Ақсәуле Байменшіні бізбен тікелей байланысқа шыққалы тұр. Қайырлы күн, Ақсәуле. Бүгін неше қызметкер тест тапсырып үлгерді? Қайырлы күн, Астана. Аз ғана уақыттан кейін мемлекеттік қызметкерлердің үшінші, яғни соңғы тобы партаға отырады. Таңертеңнен бері 2 топ тапсырып шықты. Тест тапсыру залы 27 адамға арналған. Бүгін барлығы 60 адам тапсыру керек. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі департамент мамандарының айтуынша биылғы тестілеу бұрынғыдан өзгерек. Бұл жолы заңнамалық базаға қатысты сауалдар алынып тасталған. Есесіне қызметкердің жеке қасиеттерін анықтауға арналған сұрақтар көп. Компьютерлік бағдарлама 220 сұрақ ұсынады. Жауаптарды саралай келе басшының жауапкершілік деңгейі, оң шешім қабылдай білуі және ұжыммен тіл табысу қасиеттері анықталады. Байқағанымыз, бірінші басшылардың барлығы да дайындықпен келген, тапсырып шыққандардың көбі сенімді түрде жауап бергендерін айтады. Тест сұрақтарда күнделікті қызметте кездесетін жайттар екен. Ойды қорытып, алдын ала дайындалуға күту залы жабдықталған. Алдын ала бүкіл түсіндірме жұмыстары бізге бірнеше рет жүргізілді. Жалпы психологиялық тұрғыда бізге толық жеңіл болды деп айтуға болады. Сұрақтардың барлығы да күрделі емес, өйткені күнделікті жұмыста кездесетін ситуациялық мәселелердің барлығы осы сұрақтарда кездесті. Сондықтан енді қатысқан азаматтардың барлығы дерлік өте жақсы нәтижемен аяқтап жатыр. Осы кешенді аттестацияға дайындық барысында біз осы Ақтөбе облысындағы 4700 мемлекет қызметшілерінің бәріне жетіп, осы кешенді аттестацияның барлық ережесін түсіндірдік. Сондықтан бүгінгі күні Ақтөбе облысындағы мемлекет қызметшілер аттестация өтуге дайын. Мына біздің де дайындығымыз жақсы деңгейде деп айта аламын. Мемлекеттік қызметкер тест қорытындысын бірден алады. Компьютерлік бағдарлама басшының кемшін тұстарын көрсетіп береді. Бұған дейін кіргендердің барлығы да жақсы бағамен шығып жатыр. Тәжірибесі аз немесе жеке қасиеттері талапқа сай емес деген қорытынды әзірге жоқ. Астана, мендегі бар ақпарат әзірге осы. Рахмет, Ақсәуле. Мемлекеттік қызметтегі сынақ барысы жайлы таныстырған Ақтөбедегі арнамыздың меншікті тілшісі Ақсәуле Байменшіні болатын.